Ақтөбе қаласы, Қалас Асқарман. Ақтөбе облысының бас прокурорына, Ақтөбе қаласының ДВД-сының бастығы полковник Қанат Алиевке, Темір ауданының роботсының бастығына полковник, есімі Серікжан. Сіздерден талап етемін. Мынау Қанат Алиев, сендердің Темір ауданындағы әкімшілік қамада 8-нен бастап, 9-нан бастап 24-не дейін жаттым. Негізі маған 20 суттық әкімшілік жаза берді қамақ. 24 күні адвокатым Расилов апелляционный сотқа арыз жазып, мені 16 күннің ішінде шығарып алды. 4 күнім қалды. Не қылмай. Жіберді сот. Не үшін жібергенің судья сол кезде бірінші рет халықты осы неде жіберіп жатыр ғой. Бізді Темір ауданына 12 адам қылып автозекпен апарды. Түнде 4:30-да түстік сояққа. Бірақ бізге полициялар айтқан жоқ, қаяққа барғанымызды, қаяққа келгенімізді жаңағы жерге. Сосын таңғысында бір прокурор бір бастық жаңағы Серікжан келіп айтты, Темір ауданы станция Шұбарқұдық деп. 12 баланың 6-ауын Байган ауданына алып кетті. Қасымдағы жас балдар комендантский час бұзған. Үйлерінің алдында темекі тартып тұрған жерінен трекомен, домашниймен соларды ұстап алып, сол күні 8 күні заводской отделдің ішінде роботысында бір кабинетінде судья омарып 33 адамды соттады. 15 сутка бәріне берді. 15 тәулік. Соның қасында жас балдар болды. 18-дегі балдар, 2 бала. Соларға дейін қамап отырған. Оларды 5 күннен кейін халық талап еткесін. Оларды жіберді. 7 күн отырды да кетті. Мен 16 күн отырдым. Жаңа Темір ауданының роботысының әкімшілік қамаудың ішінде ыссы су жоқ. Туалеті бар, істемейді. Туалет сыртта, прогулка жүретін жерде. Оған сержант Ернур деген ондан кейін жекеменшік қылып алған сияқты туалетті кіргізбейді бізді. Жаңағы ондан кейін жатасыңдар, туалетке бармайсыңдар, бұттарына түсіңдер, бейтіндер, сөйтіндер деп жаңағы бір құтырған сержант Ернур деген психически ауыратын сияқты. Оған қосылып екіншісімен де Бекболат деген сержант бар. Ол да бірыңғай телефонмен жүріп, айқай-шу шығарып отырады жаңағы. Қасымдағы жас балдарға пол жолдырып, сыпыртып, прогулканың үшін қарын тазартқызды. Ол негізінде әкімшілік жазада отырған істемеу керек, оны өздері жасау керек. Ішінде су жоқ, туалет істемейді, тамақтары таңертеңге завтракке бір кішкентай булочкамен шай береді. Обедте второй береді, салқындап кеткен басқа бір кафеден әкеледі екен. Сосын кешке ужинда бір не береді, жаңағы второй. Первый деген салқын тамақ береді. Ол жерде адамға жатуға жағдай жасамаған. Ол жерде өте қатты қылмыскерлерге де өйтіп жасамайды шығар. Или қазіргі кезде 488 өте қылмыстық не шығар. Бұл саналады шығар. Өткен ана көшеге шықтың, митингіге шықтың, көшеде митингі болатын күні көшеде кетіп баратсан да ұстайды. Соған қарағанда өте қауіпті жаңағы статья 488 болып тұр ғой мына биліктен. Оларға ештеңе бермей, не қылмау керек дегендей. Қанат Алиев, полковник, Ақтөбенің ДВД-сының бастығы, жаңағы сержант Ернур мен Бекболатты психически ауыратын сияқты. Медасы мотордан өткізіңіз. Сол еке тап медасы мотордан өте алмайды. Осы неге полиция өзінің погонына сеніп қорқыта бастайды жас балдарды. Маған айтады, саған жудырмай жүрім дейді. Мен оған айттым, мен жумайым да сенің жу дегеніне деп. Бұлар әбден құтырған. Орнына
басқа адамды алыңдар. Ана 2 полицияны жұмыстан шығарыңыздар. Талап етемін. Ақтөбе облысының прокурорынан, Ақтөбе облысының ДВСынан Қанат Алиевтен, сосын Темір ауданының робосының бастығынан, Серікжаннан